саламатсыңдар ма? Бүгін сабақта кім жоқ екенін жеткізіп алайын, иә? Топ басшысы сабақта кім жоқ? Бүгін барлығы ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын барлығымыз көзімізді жұмайық. Көзімізді жұмып, ішімізде жақсы ой, жақсы тілек, бүгінгі күнге, бүгінгі сабаққа деген бүкіл жақсы тілектеріңізді, жақсы ниеттеріңізді көзіміз жұмып тілеп отырайық. Көзімізді ашайық. Көзімізді ашып, мен алдыңызға шар қойып кеттім, сол шарға жаңағы ойлаған барлық жақсы тілектеріңізді, жақсы ниеттеріңізді осы шардың ішіне үрейміз. Балалар шарды байламаймыз, аспанға қолымызды көтеріп, шарды ұшырып жібереміз. Өте керемет, жарайсыңдар. Мына кабинеттің ішін сіздер жаңағы ішіңізден ойлап отқан тілектеріңіз, ойлап отқан жақсы ниеттеріңізбен сіздер шарға үрдіңіздер, ол шарды аспанға ұшырып жүріп, мына кабинетті өте керемет шарқатып жібердіңіздер. Олай болса, ендігі кезекте алдыңғы тоқсанда қандай тақырыптар өттік, есімізге түсірейік. Қайық, кім айтады? Айта қойып. Біз алдыңғы тоқсанда адам қаңқасын және сүйектерді өттік. Жарайсың. Келесі тағы не өттік, не білеміз? Айта қойып. Алдыңғы тоқсанда біз бұлшықтың түрлерін өттік. Дұрыс айтасыңдар. Тағы не өттік? Айта қойып. Біз алдыңғы тоқсанда көру, есту және сезім мүшелерін өттік. Яғни сезім мүшелерін өттік, иә? Жарайсыңдар отырайық. Демек біз алдыңғы тоқсанда тірек қимыл жүйесін және де сезім мүшелерін өткен болса, бүгін енді осымен жаңа тоқсанымызды, жаңа сабағымызды бастаймыз. Балалар, мына суретте не көріп тұрмыз, не байқап тұрмыз? Қанекей, өз ойымызды айта қояйық. Бұл митоз бен миоз ғой. Дұрыс айтасың, өте керемет, жарайсыңдар. Демек, біздің бүгінгі тақырыбымыз митоз және миоз, олардың биологиялық мәні. Дәптерімізді ашып, жаза қояйық. Сабақтың мақсаты митоз бен миоздың ерекшеліктерін, олардың интеракциялар үшін маңызын түсінеміз және оқушылардың логикалық ойлау қабілетін және жасушалық бөліну процестерін салыстырып, қорытынды жасап үйренеміз. Ендігі кезекте сабақ тақырыбы мен мақсатымен танысқан болсақ, кинометафора әдісі арқылы бүгінгі сабаққа байланысты бейне көрсетуді тамашалайық. Биологияда бір-біріне қатты ұқсайтын көптеген терминдер жиі кездеседі. Хромосома, хроматида, хроматин, транскрипция, трансляция, митоз, миозды естіген шығарсыздар. Мен митоз бен миозды оқи бастағанда екеуін бөлек-бөлек зерттеген едім.
Содан кейін екеуінің арасында қандай ұқсастық пен қандай айырмашылық бар екенін, неліктен сонша маңызды екенін суреттеріне қарап, сатыларына қарап білгім келді. Маған не көмектескенін білесіздер ме? Екеуін қатар қойып салыстыру. Видеода осы жайлы болмақ. Бұл видеоны көрмес бұрын сіз митоз бен миоз туралы бірдеңе білесіз деген сезейік. Өйткені бұл видео оларды салыстыру болып табылады. Ендеше экранды екіге бөлейік. Митозды сол жағына, миозды оң жағына. Бұл екі үдерісте және бұлардан соң жүретін цитоплазманы бөлетін цитокинезбен қосылып, жаңа жасушаларды жасап шығаруға қатысады. Нәтижесінде митоздан дене жасушалары, миоздан сперматозоидтар мен жұмыртқа жасушалары, немесе оларды гаметалар деп атайды, пайда болады. Митоз бен миозды айтпас бұрын олардың неден басталатынын еске түсірейік. Сіздің бастапқы жасушаңыз митозда да, миозда да диплоидты болады, яғни генотипінде 2N болады. Ол дегеніміз хромосоманың 2 жиынтығы бар деген сөз. Адамдарда бір жиынтығы 23 хромосома анадан, екінші бір жиынтығы 23 хромосома әкеден болады. Барлығы 46 хромосома. Жаңағы бейне көрсетілімде не байқадық, не көрдік, не түсіндік? Митоз және миоздың айырмашылықтары және ұқсастықтары. Қандай айырмашылықтар бар екен? Митозда жасуша 2-ге бөлінеді, ал миозда нәтижесінде 4-ге бөлінеді. Миоз нәтижесінде 4 жасуша түзіледі, митоз нәтижесінде 2 жасуша түзіледі. Тағы да не ақпарат білеміз? Айта қойын. Митоз дене жасушаларын бөлімі, ал миоз жұмыс жасушаларын бөлімі. Не білеміз тағы? Хромосомалар анадан 23, әкеден 23 болып, общий хромосома. Барлығы 46 хромосома түзіледі. Тағы да? Айта қой. Митозда 46 хромосома 2 еселен келмен, ол 46 хромосома болып қала береді. Дұрыс айтасың. Тағы да? Айта қой. Митоздың 4 фазасы бар: профаза, метафаза, анафаза және телофаза. Митоздағы 4 фаза сияқты, миозда да неше фаза? 4 фаза. 2 рет қаталанады. 2 рет бөлінеді. Яғни ол бізде 2 рет бөлінеді, иә? 2 рет бөлінген соң ода дәл сол 4 фаза болады. Кеттік, тағы не білеміз? Айта. Қандай отырып? Митоз кезінде ДНК өзгеріссіз көшіріледі. ДНК өзгеріссіз көшіріледі. Дұрыс айтамыз. Қандай процестер жүреді? Қай кезеңде митозда, миозда қандай процестер жүреді? Регенерация, конъюгация, кроссинговер қай кезеңде жүреді екен? Митозда қайсысы? Регенерация. Регенерация дегеніміз не екен? Дұрыс, жақындаған шығар қайта қалпына келуі. Жарайсыңдар балалар. Демек, бір сөзбен айтқанда, бүгінгі митоз және миоз бұл жалпы дене және жыныс жасушалардың бөлінуі. Митоз дене жасушалардың бөлінуі бұл бізде 4 фазадан тұрады. Нәтижесінде 2 жасуша пайда болады. Ал миоз бұл бізде жыныс жасушалардың бөлінуі. Бұл да 2 рет бөлінеді, 4 фазадан, 8 фазадан тұрады. Яғни біздегі профаза кезеңі ең бірінші, сосын метафаза, үшінші анафаза және телефаза кезеңдері. Профаза кезеңінде жасушалар, хромосомалар ширатылады, жіңішкереді. Екінші кезең бізде метафаза кезеңі. Метафаза кезеңінде хромосомалар экватор жазықтығына теңдей орналасады. Үшінші кезең бұл бізде анафаза кезеңі. Анафаза кезеңінде жаңағы экватор сызығынан жинақталған хромосомалар хроматидтерге қарай ажырайды. Төртінші телефаза кезеңінде 2 жасуша пайда болады. Бұл бізде митоз процесінің жүруі. Митоз процесінде регенерация деген процесс жүреді. Яғни бұл процесс зақымдалған жасушалардың қайта қалпына келу процесі. Келесі миоз бұл жыныс жасушалардың бөлінуі. Бұл 2 рет бөлінеді, 8 фазадан жүзеге асады. Миоз процесінде кроссинговер және конъюгация деген процестер жүзеге асады. Яғни кроссинговер ұқсас хромосомалардың алмасуы, ал конъюгация ұқсас хромосомалардың бір-біріне жақындасу процесі. Бұл екі процесс генетикалық әртүрліліктің пайда болуына жауапты болып келеді. Себебі бір аурумен екінші ауырған адам екінші аурумен ауырмайды. Яғни оның өзі бізде миоз процесінде соған қарсы иммунитеттің жүргендігінің дәлелі. Балалар, ендігі кезекте киіз үй әдісі арқылы топқа бөлінейік. Мына тақтаға шығып, әрқайсымыз киіз үйді басамыз. Соның ішінде қандай сан тұрады, яғни қай топ тұрады, сол топқа барып жайғасамыз. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Келе қойыңыздар.
heartbeats racing fast. We're burning bridges from the past. Neon shadows start to glow. Take my hand, let's lose control. No more waiting, no more doubt. Let the silence drown it out. Close your eyes and feel the flame. We'll never. Орнымызға, тобымызға жайғасқан болсақ, ендігі кезекте мен бүгінгі сабақ тапсырмалар орындау барысында әр оқушы өз-өзін бағалап отырады. Өз бағалау парақтарын таратып берейін. Әрқайсымыз жеке-жеке аламыз. Бір-бірден. Бағалау парақтарын алған болсақ, төбесінде оқушылардың аты жөнін жазамыз. Келесі бүгінгі сабақта тапсырма орындаймыз. Топтық тапсырма, жұптық тапсырма және жеке тапсырмаға функционал сауаттық тапсырмалары болады. Мына жердегі бағалау дескрипторға байланысты тапсырма орындап жатқанда өз-өзіңізді бақылап отырып, тапсырманы аяқтағаннан кейін ұпайымызды жазамыз. Енді тапсырма орындау үшін ең алдымен бізде топтық жұмыс тапсырмалы орындау үшін тақырыбын анықтауға әр топтың бір мүшесі келіп, мына жердегі асықтардан тобымызға тақырып таңдайық. Келе қойыңыздар. Метод ерекшеліктер келесі. Айда, мына тақырыбын қарастырыңыз. Методтың ерекшеліктері. Тақырыбымыз таңдап алған болса, қолымызға үш топқа, бірінші топқа методтың ерекшеліктері, екінші топқа миозға тән ерекшеліктер, үшінші топқа метод пен миоз салыстыру тақырыптар берілді. Осы тақырыптарға сай сіздерге Тарсия әдісі бойынша үшбұрыш қиындыларынан үлкен үшбұрыш қиындысын шығарамыз. Ол жердегі тапсырмалар метод пен миозға және метод пен миозды салыстыру тапсырмалары сұрақтары болады. Ендеше сәттілік орындауға кірсеңіз 5 минут уақыт беріледі. Тапсырманы орындап болдық па? Ендеше онда біз бірінші топтан бастап сұраймыз. Кеттік. Сіздерге берген тақырып? Бізге берген тақырып миоз. Миоз дегеніміз бұл жыныс жасушаларының бөлінуі. Миозда конъюгация жүреді, ал конъюгация дегеніміз бұл хромосомалардың өзара жақындасуы процесі. Жарайсыңдар, дұрыс айтасың. Яғни миозда конъюгация деген процесс жүретіндігін білдік. Жарайсыңдар. Келесі топтан кім жауап береді? Айта ғой. Біздің тақырып метоз ерекшеліктері. Метоздың ерекшелігі генетикалық тұрақтылықты сақтау және өсу. Метоз неше фазадан тұрады екен? 3. Метоз. 4. Нелер 3 фазадан тұрады? Қандай ақпарат болды? Интерфаза 3 фазадан тұрады. Интерфаза 3 кезеңнен тұрады, иә. 3 кезеңнен тұрады. Отыра қоямыз, сұраймыз. Келесі топтан сіздерден айта ғой. Біздің тақырыбымыз метоз бен миоздың ерекшеліктері, оны салыстыру. Метоздан
Митоз нәтижесінде екі диплоидты жасуша пайда болады. Ал мейоз нәтижесінде 4 гаплоидты жасуша пайда болады. Дұрыс айтасың. Тағы қандай айырмашылықтар бар екен? Қандай терминдер бар? Митозда, мейозда. Біздерде дискриптіда терминдерді дұрыс атау деп тұр. Митозға қандай термин тән екен? Толық жауап бере аламыз ба? Ол 4 кезеңнен тұрады. Иә, 4 кезеңнен тұрады. Айта ғой. Бізде миозда коммуникация және красинговый процестер жүреді, ал митозда регенерация жүреді, яғни зақымданған мүшелерді қайта қалпына келтіру. Және де митоз бізде бұл жыныссыз көбею, ал миоз жынысты көбею. Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Енді кезекте бағалау парағымызға дискрипторға сай бағамызды қоямыз. Алдымыздағы бағалау парағын бағалаймыз. Бағалау парағына бағамыз жазбас бұрын жаңа құрастырған үшбұрышымыздың дұрыстығын тексеріп алайық. Тез-тез тексеріп бағалау парағына белгілейміз. Барлығы дұрыс болса, жалпы 4 балл бағалау парағымызға қоямыз. Ендігі кезекте жұптық жұмыс тапсырмасымен танысайық. Тапсырма төмендегі сипаттамаларды оқып, тұсына қайсы белгіге, қайсы бөлінуді митоз ба мейоз ба соны жазамыз. Мен алдыңызға таратып беремін. Жұптық жұмыс 2 оқушыға біреуден митоз, мейоз жазып шығамыз. Ар жаққа өткізе ғой. Орындау уақыты 3 минут. Бұл жұптық жұмыс тапсырмасын дәптерге орындаймыз. Бұл бөлімнің нәтижесінде хромосома жиынтығы аналық жасушаның процесс диплоидты жасуша түзіледі. Бұл митоз процесі, иә. Екіншісі, бөлінудің бұл түрі жыныс жасушаларының молекулалық түзілуіне жауап береді. Мейоз процесі дұрыс. Үшіншісі, бөліну барысында конъюгация және красинговый генетикалық ақпарат алмасу жүреді. Бұл мейоз. Дұрыс айтамыз. Келесі. Бұл процесс ағзаның өсуін, дамуын және зақымдалған ұлпалардың қалпына келуі қамтамасыз етеді митоз. Жасуша қатарында 2 рет бөлінеді, бірақ бұныңға тек бірінші бөлінуі алдында 2 естелінеді. Мейоз. Бөліну соңында хромосома жиынтығы 2 есе азайған гаплоидты 4 жасуша пайда болады. Мейоз. Мейоз процесі. Жарайсыңдар, отыра қоямыз. Барлық ауыздарыңыз дұрыс. Көп мүшелерді тыңдадық па? Сол бойынша белгілеп отырамыз. Келесі. Бұл бөліну нәтижесінде хромосома жиынтығы аналық жасушамен бірдей 2 жасуша түзіледі. Бұл митоз процесі. Бөлінудің бұл түрі жыныс жасушаларының түзілуіне жауап береді. Бұл мейоздың процесі. Бөліну барысында конъюгация және красинговый жүреді, яғни ақпарат алмасу жүреді. Бұл мейоз процесі. Бұл процесс ағзаның өсуін, дамуын және зақымданған ұлпаларды қалпына келуін қамтамасыз етеді. Митоз. Жасушаның қатарынан 2 рет бөлінеді, бірақ ДНК тек бірінші бөліну алдында ғана 2 еселенеді. Мейоз. Бөліну соңында хромосома жиынтығы 2 есе азайған гаплоидты 4 жасуша пайда болады. Мейоз. Бұл процесс мейозден жүреді. Иә, айтамыз. Келесі тоқтар. Бұл бөліну нәтижесінде хромосома жиынтығы аналық жасушаның диплоидты түзіледі. Митоз. Бөлінудің бұл түрі жыныс жасушаларының геметалары түзілуіне жауап береді. Митоз. Бөліну барысында конъюгация және красинговый генетикалық ақпарат алмасу жүреді. Мейоз. Мейоз, иә. Бұл процесс ағзаның өсуін, дамуын және
барлық ұлпалардың қалпына келуін қамтамасыз етеді. Митоз жасуша қатарынан 2 рет бөлінеді, бірақ ДНК тек бірінші бөліну алдында ғана 2 еселенеді. Бұл митоз. Митоз ба? Кеттік, келесі. Бөліну соңында хромосома жиынтығы 2 есе азайған 4 жасуша пайда болады. Миоз. Миоз процесі, иә. Бізде бір қате шықты, жаңағы бізде 2 рет бөлінудің алдында миоз дейді. Себебі бізде митоз бір рет қана бөлінеді, миоз 2 рет бөлінеді. Сонымен осы тапсырма барысында танысқан терминдер қандай болды? Митоз, сосын конъюгация, сосын регенерация, гаметалар. Жарайсыңдар балалар, ендігі кезекте жауабымызды тексерейік. Митоздың ерекшеліктерін дұрыс белгілеген болсақ 1 балл, миоздың ерекшеліктерін дұрыс белгілеген болсақ 1 балл, жалпы 2 баллды бағалы қырана қоямыз. Келесі тапсырма бұл жеке жұмыс, яғни функционалдық сауаттылыққа арналған тапсырма. Жағдаятты оқып, астындағы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Жалпы балл бізде 4 балл. Дескриптор қолыңызда балы қыраны жазылған. Клондар планетасы жағдайы елестетіп көріңіз. Болашақта ғалымдар тек ең мықты спортшының ДНК-сын алып, оны митоз, яғни клондау арқылы көбейтті. Нәтижесінде жер бетінде барлық адамдар бір-біріне егіз сияқты ұқсас, бойы мен күші бірдей болып шықты. Бірақ кенеттен белгісіз бір вирус пайда болды. Ол бір адамды жұқтырған бойда бүкіл адамдыққа өте жылдам тарап, бәрін қырып жіберу қаупі төнді. Енді келесі кезекте сұрақтардан жауап береміз. Бірінші сұрақ: неліктен бұл вирус адамға бірдей әсер етеді? Кім жауап береді? Айта ғой. Не себепті? Себебі олардың ДНК-сы барлығы бір, және аталар қосымша әрқашан басым болғандықтан вирус өзара тез таралады. Өте тез таралады. Иә, біз айтамыз. Келесі тағы осы сұрақ толықтыратындар бар ма? Отыра қоямыз. Осы сұраққа толықтырып жауап береді. Райна, жауап бере қойыңыздар. Митоз кезінде ұрпақ ата-аналарының генетикалық жағдайы бірдей болады. Генетикалық әртүрлі болмайды. Сондықтан бүкіл бір вирус бүкіл адамға әсерін береді. Дұрыс айтамыз. Келесі сұраққа көшеміз ба? Түсіндік па бұл сұрақты? Екінші сұрақ: егер адамдарда вирус, яғни жыныстық жолмен арқылы көбейтін болса, неге кейбір адамдар бұл вирустан аман қалар еді? Не үшін? Вирустың қандай ерекшелігі бар? Басқа топтарға қатыспаймыз ба? Вирус кезінде косвенный гендер алмасуы әр адамда бірегей комбинация түзіледі. Дұрыс айтамын. Яғни миоздағы процесіміз
Красингер процестің нәтижесі ма? Дұрыс айтамыз тағы. Не үшін бұл мүмкін? Миоз кезінде. Себебі ол кезде кейбір адамдар әртүрлілік пайда болады, яғни біреуінің иммунитеті аз болса, біреуінің иммунитеті жоғары болады. Осының арқасында вирус тез тарамайды. Вирус тез тарамайды. Келесі сұраққа жауап берейік. Красингер деген не және ол біздің қорғаныс қабырғамызды қалай әртүрлі етеді? Мынаны қатыспай отырып жауап берейік. Не себептен? Красингер дегеніміз не жалпы? Ол біздің қорғаныс қабырғамызды қалай әртүрлі етеді? Үшінші сұрақтың жауабына жауап берейік. Айта ғой. Генетикалық әртүрліліктің арқасында вирус тарағанда популяция ішінде оған төзімді адамдар табылады. Яғни бұл адамзаттың бүкіл жер жүзінен жойылып кетпеуіне және де эволюциялық дамуына қамтамасыз етеді. Эволюциялық дамуын қамтамасыз етеді. Дұрыс айтасың, отыра ғой. Ендеше тапсырманың жауаптарын қарайып, жаңағы айтқан жауаптарымыз мына тұрған жауаппен сәйкес келетін болса бағалау парағынан дескриптор бойынша бағалаймыз. Бірінші сұрақтың жауабы, яғни митоздағы процесс, яғни митоздың қаупі жайлы, мұнда митоз кезеңінде ДНК өзгеріссіз көшіріледі, яғни клондалады. Сол себептен де миоз процесі жүрмесе, яғни митоз процесі ғана жүретін болса, бізде бір вируспен ауырған адам екінші басқа адамдарда ауырады. Себебі бізде миоз процесінде красингер жүреді. Красингер ұқсас хромосомалардың айқасуы. Ұқсас хромосомалардың айқасуы барысында генетикалық әртүрлілік пайда болады. Генетикалық әртүрлілік пайда болған жерде ағзаның иммунитеті де соғұрлым жақсы болады. Яғни бір вируспен басқа адамдарда ауырмайды. Бағалау парағына бағамызды қойып болған болса, келесі кезекте тақтаға назар аударамыз. Үй тапсырмасы екен. Яғни кітаптарымызда 183-ші беттегі қолдану бөліміндегі 4-ші тапсырма бетіне барамыз. Үй тапсырмасына осыны орындап келеміз. Ендігі кезекте үйрек болған болса, өзін-өзі бағалау парағын толтырып, жалпы ұпай санын есептейміз де, бағамызды айта қойып, мен қойып алайын. Бір септен бастайық. Жылдан айтамыз, 8. Дұрыс. Келесі 9. 8 балл. 8 балл. Үшінші топ. Неше алды? Нұрсұлтан. 8. Келесі ерлі. 9. 9 балл. 9 балл. Өте керемет. Келесі жалғастырамыз. Нұрсұлу. 8 балл. 8 балл. 10 балл. 10 ұпай. 9 ұпай. Бағалау парағына бағалап болған болса, енді кері байланыс, яғни бүгінгі сабақта өткен тапсырмаларымызды бекітетін кезең. Ортол тапсырмасы арқылы митоз бен миоздың ерекшеліктерін салыстырып шығамыз. Митоз бен миозда тән белгілерді алып келіп орнына қоямыз. Әр топтан келіп орындай береміз. Бұл кері байланыс. Ал нәтижеміз митоз бұл дұрыс дене жасушаларының түзілуі және адам денесіндегі тері, шаш, тырнақ жасушаларының түзілуі.
Bizde қатемен жұмыс келесіз. Митоз бен миоздағы екі белгіні қателестірдік. Келесі алдағы уақытта митоз жынысты көбеюдің түрі деген сұрақ жауап береміз. Митоз бұл бізде жыныссыз көбеюдің түрі. Миоз сәйкесінде жынысты көбеюдің түрі. Келесі көбеюге қабілетті емес жасушалар түзіледі митозда. Себебі миозда бұл жыныс жасушалар, яғни жыныс жасушалары бұл бізде көбеюге қабілетті болып келеді. Келесі алдағы уақыттарда қателік жібермеуге тырысайық. Келесі кезекте бізде рефлексия, яғни бұл бізде салфетка жырту әдісі арқылы орындалады. Мен қазір барлығымызға салфетка беріп шығамын. Осы салфетканы мен қалай үйретемін, дәл солай жұмыс жасаймын. Бердім, бәріңізді дәл осындай салфетка, осыны біздер екі ортасынан бүктейміз. Осындай бюро жап, оны қайтадан бүктейміз. Содан кейін осы салфетканың төрт шетінен жыртып шығамыз. Қанеки? Төрт шетінен жыртамыз. Барлығымыз ең алдымен бір-біріміздікін қарап, көз жүгіртіп алайық. Не байқап тұрмыз? Қанеки, көтерейікші барлығымыз бірге. Бір-біріміздікін қарайық. Не байқадық? Бәрімізді бір-біріне тең ба? Есік ал. Әрқайсымыз әрқалай жұтылған, иә? Сосын тағы өздеріңіздікіне бір-біріне ұқсай ма жұтылғанда? Өздеріңіз де ұқсамайды. Демек, балалар, мен бүгін тақырыпты барлығымызға бірдей түсіндірдім, бірдей тапсырмалар бердім, бірдей кері байланыс жасадым. Соны да біз әрқайсымыз, әрбір адамның қабылдауы әрқалай, әркімнің бүгінгі сабақты түсінген деңгейі әрқалай екендігін осы салфеткіден ақ байқауға болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.